Бұл коробканы қанша уақыт болды? Біраз болды. 15-20 жыл болған шығар ашылмағаны. Алыпсың. Мындай берген. Ну, по-моему, пазл сияқты. Көмек. Я пазл екен. Мынау естеріңізде ма? Пластмасс ойыншық пистолет бар еді. Соның оғы мынау. Әлі сақталыпты ғой. Мынау да сол. Келесі. Тоже пазл екен. Мынау енді. Кім не екен біледі? Ләңгі бұл. Кім жас кезінде, кішкентай кезінде ләңгі ойнады? Комментарийге жазып кетіңіздер. Үйде ностальгия отыр. Дежавю отыр, дежавю. Осының қорғасын құйып, өзіміз ойнаушы едік қой. Өзіміз қой сойғаннан кейін қойдың терісін кептіріп, қорғасынды құйып тесіп. Фишка ойнағандар болды ма? Любимый фишкалерім ғой, оның бәрінің есінде. Леонардо, Шрек. Неден шығатын есінде жоқ. Сағыздан шығатын беді, шығушы меді, неден шығатын еді. Тоже фишка сияқты ойнайтын. Бірақ бұл особо есінде жоқ, бұл мен ойнамайтын доңыз. Сосын мен андай любимый фишкам болған. Өзгеретін. Так, мынау кім біледі мынау неден шығатын? Майбах, Мазда, Honda, Nissan, Peugeot, Porsche. Осындай фантик ойнайтын еді ғой бұрын. Сағыздан шығатын. Бұлар даже ашылмаған да ғой. Ашылмаған 3 пачка бар.
Пистолеттің оқтары. Мынау бұл, по-моему, неден шығатын еді? Арақтың ішінен, арақтың басынан шығатын бұл. Білмеймін, маған ұнайтын осындай жинайтын. Мына да фишкалар. Ашылмаған да. Так, мынау менің бұрынғы пайдаланған блокнотым. Мыналар салған екен. Не үшін кобра дейді. Неге қосқаным есімде жоқ. Футболисттер, әншілер. Так, мынау қатты пайдаланған жоқпын, есімде жоқ. Радио қойдым, по-моему. Так, келесі не бар бізде? Тюшки. Андай лазер пайдаланады еді қой. Лазер. Так, мынандай бар екен. Так, бұл, по-моему, братчикімдікі қойдым. Үйге келгенде қалып қойған сонымен. Бұл менікі емес. Мынандай калькулятор естеріңізде ма? Ё-моё. Батарейка салсаң істейтін сияқты. Так, бұнда не? Мынау есімде жоқ. Неден шыққан даже есімде жоқ. Фантик па, зоопарк. Одай тоже есімде жоқ бар. Мынау есімде. Мына жерде резинкісі бар. И бір оғы болған, сонымен бүйтіп атқан кезде ұшады. Так, мынау істемей қалған ба? Резинкісі істемей тұрген. И мынандай тойбокс немесе киндер сюрприз болатын еді ғой. Соның ойыншықтары. Осындай ойыншықтарды жақсы көретін. Мында да фантик фишка. Берген мен жазған қағаздарым бар екен. Мен айтпақшы ақша жинайтын тұғым. Соның қағазы өзімді. Келесі. Қайтадан фишка. Бір қаушақ фишка. Толған фишка. Фишка керек болса хабарласыңыздар. Так, келесі. Так, мында фишка тоже. И мынандай наклейка кімнің есінде? Қолға сағыздан шығады, қолға жабыстыратын. Тоже сондай наклейкалер екен. Мынандай радио кімде болды? Есімде.
Бізде асханада тұратын постоянно. Пистолеттің оқтары. Так, тоже фишка мынаның ішінде. Оны мақтаныш жасап қойыпты. Мынаның ішінде майда ойыншықтар екен енді. Ең майда ойыншықтар. Так. Мына черепашка есімде. Бұл ойыншықтарды не үшін сақтадым? Ойыншығы үшін емес негізі. Бұл ойыншықтар естелік болды да бұрынғы кезден. Мен постоянно ойнаушы едік черепахамен. Бұндай бірнешеуі бар. Осымен ойнаушы едік. Мынаумен постоянно ойнаушы едім. Бар уже киндер сюрпризден шығатын ойыншықтар ғой. Егер де оның бәрін көрсетпей қойын. Егер де осындай майда ойыншықтар қызық болса, жазып кетіңіздер, тоже видео түсіретін боламын.